Ғашықтық кейбіреулер айтады ғой, жындылыққа ұқсайды дейді. Сол үшін болса керек, бір ғашықты Мәжнүн деп айтқан. Мәжнүн мен Ләйла дейді ғой, атақты екі ғашық. Сол үшін ғашықтықты дәл осылай келтірсе, Ахмет Яссауи бабамыз айтады. Ғашықтықтың ең алғашқы баспалдағы жындылық дейді. Бекер емес. Өйткені ғашық адам түрлі адам түсінбейтін нәрсеге барады. Біреулер бір келіншекті, қызды жақсы көргеннен 5-ші этаждың балконына баспалдақсыз шығады. Біреулер өзін жардан лақтырады. Біреулер суға батады. Рас қой. Былай сыртынан қараған адам мынау жынды дейді. Бірақ бұл адам. Біреулер мал табу үшін, дүние табу үшін өзінің туған ата-анасын сатып кетеді. Жан бауырына қол салып өлтіреді керек болса. Дүниеге ғашық болғандық үшін. Біреулер атақ мансап деп өзінің адамилық қасиетінің бәрін сатады. Ана креслоға отырсам болды. Қалғанының барлығына мен қарамаймын дейді. Бұл сол креслоға, мансапқа, ол кісінің ғашықтығы. Аллаға да ғашық адам сондай. Көзіне Алланың құлшылығынан басқа еш нәрсе көрінбейді. Бірақ ғашықтың да ғашығы бар емес па? Солардың ішінде қайсысы қайырлы, өзіңіз таңдаңыз.